Балықшы мен түлкі. Баяғыда бір балықшы бар ғой, көлдің жағасында кешке дейін отырып, көп балық аулапты. Қуанышы қойнына сыймаған балықшы балықтарын шанаға басып, әндетіп үйіне қайтыпты. Арғы жағы егілдің, бергі жағы, жағасында жайқалған жапырағы. Үкілім-ай, жеңеш-ай, сағындым сәулем, бір сен ойлай. Үкілім-ай, жеңеш-ай, сағындым сәулем, бір сен ойлай. Балықшының бір шана балық әкеле жатқанын бір қу түлкі көреді де, оның өтетін жолына барып, өлген болып жата қалады. Өліп жатқан түлкіні көрген балықшы тәпті қуанып кетіп, оны шанасына салып алады. Бай-бай, жолымның болғанын қарашы. Мен өзі бір ақын әрі батыр, қайда отыр ақын қыздар берме шақыр ой жайлау. Әлгі түлкі біраздан кейін балықшыға білдірмей балықтарды бірден шанадан түсіріп жерге тастай береді. Бірталай тастаған соң балықшыға білдірмей шанадан түсіп жерге тастаған балықтарын теріп алады. Мұны көрген бір қасқыр қызығып кетіп, «Ау, түке, мұнша балықты жолдан қалай тауып алдың, маған да айтшы», деп сұрайды. Түлкі оған балықшының жолында өтірік өліп жатқан әңгімесін баяндап береді. Қасқыр ертесі түлкінің айтқанын істеп, балықшы өтетін жолда өтірік өлген болып жата береді. Кеше түлкіге алданып, балығынан айрылған ызалы балықшы қасқырдың төрт аяғын байлап, шанаға салып үйіне апарады да, қасқырды өлтіріп, терісін сылып алады.